Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ұйқы безі ауыратын болса, қандай симптомдар болады, қандай белгілер болады, сол жайында айтатын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк басып кетіңіз, ал мен бастаймын. Ұйқы безі дегеніміз бұл инсулин бөлетін гормон. Инсулинді не үшін бөледі? Біздің күнделікті тұтынып жүрген қант, тәтті заттарды клеткаға апарып, сол клеткаға сіңіру үшін қолданылатын гормондар. Бұл ұйқы безі егер сізде ауыратын болса, ең бірінші белгісі бұл өте қатты сол жақ қабырғасының ауруы. Кейбір кезде бұл ауру сезімі тіпті қатты болып, кейбір адамдар қайтыс болып кетуі де мүмкін. Өйткені біздің организмімізде шкала Боли деген бар. Сол шкала Боли бойынша есептейтін болсақ, ең жоғары деңгейде ауру сезімі осы ұйқы безінің приступы болып есептеледі. Және де осы ұйқы безі көбінесе бізде өт қалтасымен тікелей байланысты. Ұйқы безі мен өт қалтасының түтіктері бірге қосылып, екеуі бірге жұмыс жасайды және ферменттер мен гормондарды бірге бөледі. Сол себепті егер сіздің өтіңізде тас болып, ол түкшеде тұрып қалатын болса, көбінесе ұйқы безінде приступ береді. Ең бірінші симптом бұл приступ беру, яғни организмнің сигналы. Бастапқы кезде шыдамды болып келеді, ал соңына қарай қатты приступ береді. Және де келесі симптом бұл асқазан тұсы ауыратын болады. Содан кейін жүрегіңіз айнитын болады, аузыңыз құрғай беретін болады және ауыздан жағымсыз иіс шығуы мүмкін. Және понос болуы мүмкін, яғни үнемі ішіңіздің өте беру, соған сәйкес кей жағдайда запор болуы да мүмкін. Ұйқы безі қабынған кезде осы симптомдар болады. Одан кейін тері сарғаюы мүмкін. Өйткені ферменттер сыртқа шықпай, өт қалтасымен байланысты болғаннан кейін перибулин теріге өтіп, адам сарғая бастайды. Кейінгі симптом сіз тамақ жей алмайтын болып қаласыз. Яғни қанша тырыссаңыз да тамаққа мүлдем тәбетіңіз болмайды. Ішіңіз кеуіп, үнемі ісіп жүретін болады. Осы симптомдар сізде болатын болса, онда тез арада дәрігерге қаралып, ем алуыңыз керек. Ол үшін бірінші жалпы қан анализі, жалпы зәр анализі және қанның биохимиялық құрамына анализ тапсырасыз. Сон ішіндегі біздегі ең маңызды ұйқы безінің ферменттерінің бірі альфа-амилаза. Және де осы анализді тапсырған кезде ең жоғары көрсететін болса, яғни өскен болса, осы альфа-амилаза. Демек сізде ұйқы безінде қабыну процестері бар деген сөз. Сонымен қатар ішкі құрылыс УЗИіне түсіп, УЗИ сізге заключение беріп, сол бойынша дәрігерге қараласыз. Және одан кейінгі өзіңізге сәйкес ем-домдар тағайындалады. Видеом пайдалы болса, лайк басып, тіркеліп комментарий бөліміне өз пікіріңізді жаза кетіңіз.